Қайырлы күн, қазақ елі, амансыздар ма? Мен мына марқұм болған Шизаттың әпкесімін, білесіздер да, қазір мына әлеуметтік желіде көріп жатсыздар. Бұл жерде мен, мына Серік Шалқаров, департамент, полиция, сол кісіге менің үндеуім. Сіз олай жалған айтпаңыз, жалған ақпарат өйтіп айтпаңыз. Ең бірінші вызов түскен кезде ол 0040-та түскен. 0040-та түскен, одан кейін тағы да 5 қоңырау түскен. 5 қоңыраудың да қазіргі таңда кім қоңырау шалғандарын барлығы бізге белгілі. Сол жердің тұрғындары енді звондап жүзекке звондайды ғой, енді түрлі естіп жатқан соң. Оның барлықтары бар бізде. Енді 0040-тан кейін барып, ар жаққа біздің қызметкерлер 9-10 минутта жеткен. 10 минутта полиция қызметкерлері келді деп, мен қазір сіздің берген жаңағы сұхбатыңыздан еңізі көріп, мен жағамды ұстап отырмын. 10 минутта полиция қызметкерлері келді деп. 10 минутта келген жоқ полиция қызметкерлері. Егер полиция қызметкерлері 10 минутта келсе, менің бауырым аман қалар еді. Ана қырғын соғыс төбелесті тоқтатар еді. 10 минутта егер келсе, где логика? Сіз өзіңіз ойлаңыз. 10 минутта келсе, полиция қызметкерлері тоқтатар еді. Енді қараңыз, бұл жерде қанша мана жерде жителдар бар, я? Жителдардың өздері қанша рет звондаған, скорыйға да, 103-ке де. Менің ағамның да өзінің звондағаны бар. Қазір саламын, міне қанша рет звондаған. Сонда сіз қараңыз, бұл жерде бұл айтқаныңызбен, айтып отқан сөзіңіздің астарында, демек сіз Алматы облысы Талғар қаласындағы бүткіл сол жақтағылардың полиция қызметкерлерінің бәрін артын жауып отқаныңыз ба? Сіз бұл сөзіңізбенен, осы сөзіңізбен солардың артын жауып отқаныңыз ғой демек. Сондықтан олай жалған ақпарат таратпаңыз, жалған айтпаңыз, 10 минутта келді деп. 10 минутта келген жоқ. Мысалы қараңызда, төбелес, анау мынау жанжал жарты сағат ұласты деңіздер, жарты сағат. Менің ағам өзі өз баласымен жаңағы тағы жарақатталған, 3 рет пышақталған баланы алып, больницаға өзінің машинасымен алып кетті. Больницаға өзі апарып тұр. Одан кейін жарты сағат өткеннен кейін келіп тұр скорыйлармен жаңағы полиция қызметкерлері. Сонда бұл жерге 1 сағат 10 минут дегенде келіп тұр полиция и скорый.